Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен морковный пирог дайындайтын боламыз. Яғни сәбізден өте оңай әрі дәмі керемет болады. Бір рет жесеңіздер ғашық боласыздар. Бізге ең алдымен сәбіз, сұйық май, ұн, құмшекер, жұмыртқа, жаңғақ және де разъединитель мен тұз қажет. Барлығын осылай алдын ала дайындап аламыз. Енді құрғақ ыдысымызға біртіндеп осылай жұмыртқаларымызды салатын боламыз. Және де құмшекерімізді міндетті түрде миксерлеу қажет. Менде дайындау барысында свет болмай қалды, сондықтан венчикпен дайындадым. Миксерлеп алсаңыздар өте жақсы көтеріледі. Осы құмшекерімізді жақсылап ерітіп аламыз. Шым тұзымызды саламыз. Енді сұйық майымызды құйып, жақсылап араластыратын боламыз. Сіздер осылай біртіндеп салып, миксерлей беретін боласыздар. Сонда көлемі ұлғайып, өте керемет болып шығады. Пирогымыз көтеріліп. Енді жаңғақтарымызды майдалап турап алатын боламыз. Толық рецепті описание бөліміне жазып қалдырамын. Содан көріп жасай берсеңіздер болады. Енді теркадан өткізген сәбізімізді қосатын боламыз. Жақсылап араластырып алатын боламыз. Сәбізіміз толықта араласуы қажет. Өте нежный, дәмі керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Енді ұнымызды аз-аздан қосатын боламыз. Жақсылап араластырып, ешқандай арасында комочек болып қалмауы қажет. Оқырмандар, егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп қойыңыз. Менің каналымда күнделікті жаңа рецептер шығатын болады. Тағы да кішкене ұнымызды салып, разъединителімізді салып алатын боламыз. Бәрін грамм-граммен өлшеп салатын боламыз. Енді жақсылап араластырып алатын боламыз. Толықтай араласуы қажет. Бізде орташа масса шығатын болады. Пештеріңізді алдын ала қыздырып, дайындап қойыңыздар. Енді жаңғағымызды салып, толықтай араластыратын боламыз. Осымен біздің пирогымыз дайын. Енді арнайы пирогқа арналған ыдысымызға құятын боламыз. Осылай шықты. 160 немесе 180 градуста асықпай көтерілгенше пісіріп аласыздар. Қызартып. Пирог осылай шықты. Өте керемет болып шықты. Жұмсақ, көтеріліп. Бетіне сахарный пудра сепсеңіздер де болады. Видеоны лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер.